сәлеметсіздер ме? Бүгін біз бірінші семестр бойы акті сабағында не жасағанымыз бойынша айта кетсек. Бірінші тақырыпша ол бізде қоғам дамуының шешуші секторларында актінің рөлі қандай, актінің стандарттары, кәсіби саласындағы ақпараттық технологиялар, индустриялық актінің даму перспективалары. Бұл жерде біз ақпараттық коммуникациялық технологиялар не, соны анықтама бердік. Сонымен қатар акті пәні және оның мақсаттары, қоғам дамуының шешуші секторлары, актінің рөлі, актінің стандарттары тоқтала кеткен болатынбыз. Бұл жерде біз презентация бірді талқыладық, сонымен қатар тест бірді де жасаған болатынбыз. Екінші тақырыпша ол бізде компьютерлік жүйелерге кіріспе, компьютерлік жүйелердің архитектурасы. Бұл жерде біз компьютерлік жүйелерге шолу жасадық. Сонымен қатар компьютерлік жүйелердің эволюциясына да тоқталдық. Біз бұл сабақта презентация 2-ні және де тест 2, тапсырма 2-ні жасаған болатынбыз. Тапсырма 2-де біз компьютерлердің құрал жабдықтарын, суреттерін қойып, sonra қысқаша мағлұмат бердік. Енді үшінші тақырыпша тоқталатын болсақ, ол бізде программалық жасақтама. Біз бұл сабақта программалық жасақтама дегеніміз не? Программалық жасақтаманың түрлеріне және мақсаттары мен сипаттамаларына тоқтала кеткен болатынбыз. Бұл сабақта біз презентация 3-ті талқылап, сонымен қатар тест 3-ті жасаған болатынбыз. Төртінші тақырыпша адам компьютері өзара әрекеттестігі. Бұл сабақта біз адам компьютері өзара әрекеттестігінің құралын ретінде пайдаланушының интерфейсінің түрлеріне тоқталдық. Сонымен қатар презентация 4, тапсырма 4 және де тест 4-ті жасаған болатынбыз. Тапсырма 4-те бізде табуляция жасадық. Басында біз табуляция дегеніміз не екенін түсінбеген болатынбыз. Сол себептен осы табуляция бойынша жұмыс жасадық. Соның арқасында біз табуляция не екенін меңгерген болатынбыз. Бесінші тақырыпша деректер қорларының жүйелері. Бұл жерде біз деректер қорларының жүйелерінің негіздері, ұғымы, сипаттамасы, архитектурасына тоқтала кеткен болатынбыз. Деректер моделі және де қалай қалыпқа келтіру керек екенін де айта кеткен болатынбыз. Бұл сабақта біз презентация 5 және де тапсырма 5, тест 5-ті де жасадық. Енді 6-шы тақырыпша ол бізде деректерді талдау, деректерді басқару. Деректердің талдау негіздері және қалай жинақтау керек екенін айта кеттік. Бұл сабақта біз презентация 6, тест 6-ны жасадық. 7-ші тақырыпша желілер мен телекоммуникациялар. Бұл жерде біз соңғы құрылғылар, деректердің беру құрылғылары және қалай деректермен жұмыс жасау керек екенін талдадық. Бұл сабақта да біз презентация 7 және де тест 7-ні жасадық. 8-ші тақырыпша киберқауіпсіздік. Киберқауіпсіздік сабағында біз презентация 8 және де тест 8, сонымен қатар тапсырма 8-ді жасаған болатынбыз. Енді 9-шы тақырыпша тоқтала кететін болса, ол бізде интернет технологиялары. Бұл сабақта біз интернеттің негізгі ұғымдарына тоқталдық. Сонымен қатар URI, DNC қызметін және веб технологиялары HTTP, DHTML, CCC, JavaScript сияқты электронды почталарды қалай қолдану керек екенін айта кеткен болатынбыз. Бұл сабақта біз презентация 9-ды, тапсырма 9 және де тест 9-ды жасаған болатынбыз. Ендігі кезекте бізде 10-шы тақырыпша. Бұл сабақта біз бұлтты және мобильді технологияларда өткен болатынбыз. Бұл сабақта біз дата орталықтары, қазіргі инфрақұрылым шешімдерінің дамуы және үрдістері, сонымен қатар бұлтты есептеулердің қағидаттары, виртуалды технология қандай болатынын айта кеткен болатынбыз. Бұл сабақта біз презентация 10, тапсырма 10 және де тест 10-ды жасаған болатынбыз. Тапсырма 10-да бізде группамен бірге Google дискте қалай диаграмма құру керек екенін, қалай презентация жасау керек екенін айта кеткен болатынбыз. Енді кезек 11-ші тақырыпша мультимедиалық технологиялар. Бұл сабақта біз мәтіндік, аудио, бейне және графикалық ақпаратты сандық форматта ұсыну, сонымен қатар ақпаратты сығу үшін базалық технологиялар, виртуалды әлемді 3D ұсыну және де анимацияны өткен болатынбыз. Бұл сабақта біз презентация 11-ді талдап, тапсырма 11, сонымен қатар тест 11-ді жасадық. Тапсырма 11-де біз қалай анимация жасау керек екенін, қалай қолдану керек екенін үйрендік. 12-ші тақырыпша смарт технологиялары. Бұл сабақта біз үлкен көлемді деректерді және блокчейн технологиясын үйрендік. Және де осы 12-ші презентацияны талдап, 12-ші тестті орындадық. Сонымен қатар 13-ші тақырыпша жасанды интеллекттің негізгі компоненттері, жасанды интеллектті қолдану. Бұл сабақта біз презентация 13-ті талқылап, тест 13-ті орындадық.
14-ші тақырыпша генеративті жасанды интеллект құралдары. Бұл сабақта біз жасанды интеллект үшін қандай негізгі құралдар бар екен, оны қалай қолдану керек екенін айта кеттік. Бұл сабақта презентация 14, тест 14 жасадық. 15-ші тақырыпша жасанды интеллект көмегімен деректерді визуализациялау. Бұл сабақта біз қалай деректерді визуализациялаудағы жасанды интеллектті үйрендік. Сонымен қатар презентация 15-ті талқылап, 15-ші тестті жасадық.